Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымызды бастасақ. Атом күрделі бөлшек. Бұл жерде мына терминдерді кіргізіп қойдым. Ең негізгі деген. Бұны жаттап алуымыз керек негізгі нәрселер. Грекше атом бөлінбейтін деген мағына білдіреді. Бұл 19 ғасыр көзқарасы. 1911 жылы Резерфорд атом құрылысының ядролық моделін ұсынды. Бұл жерде атомда оң зарядталған ядро және теріс зарядты электроннан тұрады деп қарастырды. Бұл қарас дами келе қазіргі таңда субатомный деңгейде қарастырылып жатыр. Негізгі ядроны құрайтын бөлшектер, бұнда ядроны құрайтын бөлшектер, яғни нуклондар, протон және нейтрон болып қарастырылады. Ал атомды нуклид деп қарастырамыз. Енді ядро атомнан 100 000 есе кіші. Себебі ядро 10-13 сантиметр размер болса, ал атом 10-8. Былайша кезде мына жерде -5 дәрежесінде разница бар. Бұл деген сөз 100 000 есе кіші екенін көрсетеді. Бұл деген сөз футбол алаңын елестетсек, ортадағы футбол ол ядро болса, сыртындағы адамдар жүгіретін жер ол электронның қозғалыс аймағы болып кездеседі. Былайша айтқанда, электрондар мына аймақта қозғалыс жасайтын кеңістік болса, оның ортасында футболдың мөлшерінде ядро орналасқан дегенде, міне осындай бір кеңістік, бейне бір күн жүйесі сияқты кеңістікті түсіндіруге болады. Енді электрон 1897 жылы Джон Томсон, 1919 жылы протонды Ернес Резерфорд және 1932 жылы нейтрон Шедвик ашқан. Грек тілінде электрон янтар деген мағынаны білдіреді, протон бірінші деген мағынаны білдіреді, нейтрон латын тілінен аударғанда зарядсыз деген мағына білдіреді. Мына 3 сатты жаттап алуымыз керек. Сонда бөлінбейтін, грек тілінде атом осындай бөлінбейді деген мағынаны білдірсе, ал электрон янтар, протон бірінші және латын тілінде нейтрон аударғанда зарядсыз деген мағынаны білдіретін жаттап алу керекпіз. Келесі нуклид. Нуклид дегеніміз ол элементті құрайтын бірдей атомдар бөлшегі. Элемент деген ядро заряд саны бірдей нуклидтер, немесе протон саны бірдей нуклидтер. Енді осы екі терминді де жаттап алуымыз керек. Жалпы элемент дегеніміз не дегенде, ядро заряд саны бірдей атомдарды элемент деп атаймыз. Немесе протон саны бірдей атомдарды элемент деп атаймыз. Немесе протон саны бірдей нуклидтерді элемент деп атаймыз деген сияқты бірнеше сөз тіркестерін бір-біріне айналдырып үйретуіміз керек. Изотоп қарайтын болсақ, бұл изотоп дегеніміз мына жерде қарағандай массалары әртүрлі, протон санары бірдей, немесе ядро заряд саны бірдей екі нуклидті изотоп деп қарастырамыз. Ал органикада ол басқаша. Органикада құрылымдық формуласы әртүрлі, екі органикалық зат, бірақ та олардың құрылымдық формасы әртүрлі болады, бірақ олардың молекулалық формуласы бірдей. Мысалы, мынаны қарастырайық. Мынау циклоалкан да осылай жазылады. Мына жерде алкен. Алкен мен циклоалкан бір-біріне изомер. Бұл жерде массалары бірдей, формуласы бірдей болғандықтан олардың массалары бірдей. Бірақ олардың құрылымдық формуласы әртүрлі. Цикл құрайды. Ал мынау бір-біріменен былай байланысады да, бір жерде еселік байланыс кездеседі алкендерде. Не осындай? Осы жерді кішкене қарастырып жіберсеңіздер. Сосын изобара. Изобара атомдық массалары бірдей,
бірақ әр екі түрлі нуклид, әр екі түрлі немесе әр екі түрлі элемент. Мысалы, міне көміртектің бір атомын қарастырсақ, мына көміртек бір атомның 14 массасы, мына азоттікі 14. Массалар бірдей, бірақ протон сандары әртүрлі. Келесі изотон. Изотон ол нейтрон сандары бірдей болса, нейтрон сандары бірдей, әр екі элемент бір-біріне изотон болады. Мысалы, мыналар. Бұны біз былай жаттағанымыз дұрыс. Изотоп массалар әртүрлі. Мысалы, былай. Ал изобара массалары тең. Мынау бірінші болса, мынау екінші, екі түрлі атом. Мынау бірінші атом немесе мынау екінші атом, бірақ әр екі элемент массалар бірдей. Ал мына жерде бірдей екі. Мына жерде мен бір екіде жазған жоқпын. Сосын изотонда нейтрондары бірдей. Бірақ бұнда бір екі деп белгілеп қойсаңыздар, міне. Бірінші басқа бір элемент, мынау екінші басқа бір элемент, бірақ екеуінің нейтрон сандары бірдей деп. Осы үш бірлікті осылай жаттап алсаңыздар, сіздерге кішкене оңайырақ болады. Мынау массалары әртүрлі бірдей элемент, бір-біріне изотоп. Мына жерде екі түрлі элемент, мысалы, екі түрлі элемент, бірақ массалар бірдей. Мына жерде екі түрлі элемент, нейтрон сандары бірдей. Изотон. Так, енді атомдық массаға келетін болсақ, атомдық масса бізде бөлінеді. Орташа салыстырмалы атомдық масса, сосын салыстырмалы атомдық масса, абсолютті атомдық масса деп. Бұл үш түрлі. Мына жерде орташа салыстырмалы атомдық масса, бұл жерде изотоппен бірге үлес беріледі, қандай да бір ненің, сол изотоптың кездесетін үлесін беріледі. Соларды көбейтіп қосу арқылы таба береміз. Абсолют атомдық масса ол бір нуклидтің массасын табу, бір атомның массасын табу қарастырылады. Ал салыстырмалы атомдық масса, мысалы, біз өзіміздің Менделеев кестесіндегі салыстырмалы масса мынау, осы салыстырмалы атомдық масса. Бұның бірлігі жоқ. Келесі, енді есепке кеттік. Мінекей, бізде магнийдің 24 изотобы, магнийдің 25 изотобы, магнийдің 26 изотобы. Әрбірінің үлесі берілген. Бұны былайда үлесін, мысалы, жүздіктен құтылдыру арқылы былайда жазуға болады, немесе былайда түрлендіріп жазуға болады. Мынандай, пайыз деп. Мысалы, мынау 9-да 1%. Мынау 11-де 3% дегендей. Мына үшеуінің қосындысы 100-ге тең болатын біз білеміз. Так, кейбір кезде түрлендіру барысында біз осыны білуіміз керек, осыны түрлендіруін білуіміз керек. Так, келесі енді есептейік. Орташа салыстырмалы атомдық масса Mr магнийдің табуымыз керек. Бұл жерде изотоптың мына 24-ті аламызды көбейтеміз мына үлеске. Үлесті біз жүздіктен құтылдырамыз, сонда мынандай. Қосамыз, келесі изотоп. Так, мен мені құтылдырған жоқ, не? Келесі 26. Осылай есептегенде қарасаңыздар, үлесі көбірек мынау болып тұр. Онда болса 24-те қандай да бір сан шығады дегендей. Тест талдауларында да мынандайлар былай келген кезде бірден сіз 24 деген саны барын белгілей берсеңіз болады. Өйткені үлесі өте жоғары. Есептемей-ақ. Ал енді 24-тен басқа 25, 26, 27 сондай болған кезде, әрине 24 белгілей саласыз. Ал енді 24-те 5, 24-те бірден келген кезде дәл есептеуге солай қарай жұмыс жасау керек. Так, келесі. Абсолюттік атомдық масса. Бұл нақты атомдық масса. Бұны қалай айтсам болады? Сіз бір пакет картопты мөлшерімен алдыңыз, 2 килограмм деп.
бұл абсолютқа жылмай. Сіз таразыға тартып тұрып алсаңыз, ол нағыз соның массасы. Тура сол сияқты әрбір атомның нағыз өзінің массасын есептеу керек. Бұл үшін бізге Далтон ұғымы кездеседі. Далтон ұғымында массалық атомдық бірлігі, мысалы, МАБ. Бұл деген сөз 12 көміртектің 12 изотопының нуклидін массасының 12-ден 1 бөлігіне теңдеп қарастырылып, осыны бір қылып енгізген. Енді бір Далтон ол 1,66, оның минус 27 килограммға тең. Енді сіздер білесіздер, 1 килограмм оның 3 дәрежесіндей граммға тең болса, мына оның 3 дәрежесі мынаған қоссаңыздар, оның минус 24 дәрежесі болады деген сөз. Енді магнийдің 25 изотопының нуклидтің абсолютті массасы қанша? Абсолютті массасы есептеу үшін нақты біз магнийдің массасын есептейміз. Магнийдің бір нуклидтің массасын, бір атомның массасын есептейміз. Ол үшін бағанағы изотоп 25-ті аламыз. Да оны көбейтеміз. 1,66 граммен алатын болсаңыздар, оның 24 дәрежесіндей грамм қылып аласыздар. Так, ол кезде бізде калькулятор ашып алайын. 1,66 көбейту 25, 41-де 5 деген сөз. Көбейту оның минус 24 грамм. Килограммға айналдыратын болсаңыздар, ол кезде біз 24 граммды килограммға айналдыратын болсақ, біз мына жерге үшеуін қосып береміз, үшеуін қосып береміз, килограмм болады. Так, енді тағы біреуіне көрейік. Мысалы, оттегінің қарастырайық. Оттегінің мысалы 16. Оттегі изотопының массасын есептеп көрейік. Ол үшін де бағанағы 16-ны апарып көбейтеміз. 1,66 көбейтілген оның минус 24 грамм. Ары қарай есептей береміз. 16 көбейту 1,66 тең 26-да 56 минус 24 грамм. Так, осылай біз абсолюттік массаны есептейміз. Абсолютті массаны сұраған кезде бізде үлес деген сөз болмайды. Біз мынаны біліп алуымыз керек. Жаттап алсақ болды. Келесі, табиғатта аргон 3 изотоптан тұрады. Аргон 36 изотопы, нуклидінің үлесі 0,34%, аргонның атомдық массасы 39-да 948 Далтон, табиғатта 38 аргон және 40 аргон изотоптар қандай қатынаста кездеседі? Енді қатынаста дегенде біз, қатынаста деген кезде біз мына екеуінің несін ғана аламыз? Үлестерін аламыз. Былай шыққан кезде мен жерден көрсетіп жіберейін. Мысалы, 24 магний изотопы мен 25 магний изотопының қатынасын тап десе, біз мына шаманы аламыз да, бүйтіп қатынас деп есептейміз. Так, тура сол сияқты мына жерде солай есептейміз. Бірақ ол үшін біз аргонның 38 изотопын және аргонның 40 изотопын біз тауып алуымыз керек үлесін. Қарайтын болсаңыздар, мынаның үлесін қосындысы бізде қанша көрсетеді? 100-ті көрсетеді. Бізде мынау бар. Осы 100-ден мынаны азайтсақ, қалғаны мына екеуіне тән. Біреуін x десек, екіншісін бағана мынадан азайтқан самадан алып тастасақ, мынанікі шығады. Так, кеттік. Енді бірінші 100-ден азайтайық. 100%-дан 0,34%-ды азайтатын болсақ, 100 азайту 34, азайту 0,34, 99-да 66%. Енді есептеу барысында біз бұларды 100%-дан қысқарамыз. Енді мысалы айтқанда 100-ге бөліп береміз. Мынау деген сөз 0,0034. Мынау деген сөз 0,99-да 66 деген сөз.
Енді біз 38 аргон изотобын біз X деп қарайтын болсақ, онда 40 аргонның изотобы тең 0,99-66 азайту X болады. Енді бағанағындай жеке-жеке есептей береміз. Так, 36 бізде изотоп бар ғой, оның үлесі бізде мынау шықты. 34 қосамыз. Мынау бізде X. X көбейтеміз. Так, 38-ге. Немесе 38 X десеңіздер де болады. Қосу. Мынанікі бізде 40. 40 0,99-66 азайту X. Барлығының орташа атомдық массасы бізде 39,948. Енді осылай есептей береміз шетінен. 36 көбейту 0,0034 тең болады. Мына жерде 0,1 224 қосу 38 X қосу. Мынаны біз көбейтейік. 40 көбейту 0,9966 тең 39-да 864 қосу, жоқ, азайту 40 X тең 39-да 948. Енді мынаумен біз мынаны қосып жіберсек, минус 2X болады. Оны мына жаққа жіберсек, 2X. Ал енді қалғандарын қосайық. Мынаған біз мынаны қосып, мына жаққа жіберіп азайтсақ болады. 39-да 864 қосу 1 224. Так, одан мынаны азайтап жібереміз. Азайту 39-да 948. Сомен шықты бізде так, 0 бүтін. Тағы бір рет есептеп жіберейін. Так, 39-да 864 қосу 0 бүтін. Мына жерді қарастырып жүрейік. Мына жерде 1,24. Так, азайту 39-да 948. 0 бүтін 0,384. Енді X тең, сонымен бұны 2-ге бөлеміз. Сонда 0 бүтін 0,192. Бұл біздегі бағанағы 38 изотоптың изотоп 38-дікі үлесі. Енді бағана біз не істедік? Мынадан азайтқанда 40-дікі шықты, Енді соны азайтамыз. 0,9966 азайту 0,0192. Так, 0,9774. Бұл изотоп 40-дікі. Ал бағанағы 0,0034 бұл изотоп 36-дікі. Енді біз нені шешеміз? Бізден не сұрады? 38 мен 40. 38 мен 40. Не, аргон 38 бен 40-дікін сұрады қатынасын. Аргон 38-дікі 0,0192. 40-дікі 0,9774. Так, 0,0192 бөлу 0,9774. Сомен 0,01
96 осы қатынас болып табылады біз іздеген. Бұл жерде бір нәрсені ескеру керек. Мына 3 шаманың қосындысы 100-ге тең болу керек. Сол арқылы тексеріп, егер 3 шаманың қосындысы 100-ге тең болса, онда ол дұрыс деген сөз. Біз қазір тексеріп көрейік. 0,0192 қосу 0,9774 қосу 0,0034. Я 1-ге тең. Мынаның барлығы 100-ге тең. Дұрыс, 1-ге тең деген сөз ғой, былайша айтқанда. Осылай есептейміз. Келесі, мынау енді өзіндік жұмыс. Бордың табиғи изотоптарының құрамы 19%, бордың 10 изотопының үлесі, бор 11 изотопының үлесі 81%, құралған нуклидтің массасы массалық санға теңдеп алып, бордың атомдық массасын есептеңіз дейді. Так, енді бұл 10-шы сынып 1-ші бөлім 15-ші беттегі есеп. Енді бұны есептеу өте оңай, бағанағы біздің не бойынша есептей бересіздер. Абсолюттік масса деген сөз жоқ бұл жерде, үлесі бар, сондықтан бірден бұлай есептей бересіздер. 10 көбейту, мына үлесті 100-ден құтылдырасыз. 1 орын, 2 орын бұлай ала саласыздар. 1 орын, 2 орын бүйтіп аласаңыздар ең жақсы. 100-ге бөліп, солай ең жақсы. Есептеледі 0,19 қосу 11 көбейту 0,81 деп ары қарай есептей бересіздер. Кейінеде біреуін береді, екіншісін өзіңіз тауып алыңыз деп қояды. Мынаны қалдырып қояды. Мұнамен мұнаны көбейтсеңіз 100 1-ге тең деген сөз. Мынау берілген жағдайда мына берудің де қажеті жоқ, өзіміз тауып алсақ болады. Бірақ екеуі де берілгендіктен былай жаза береміз. Так, енді рубийдің атомдық массасы мынау. Табиғатта 85 изотопы, 87 изотоптар кездеседі. Рубийдің жеңіл изотопы оның ауыр изотопына нешесе көп екенін анықтаңыз дейді. Бұл жерде біз үлес берілген жоқ, бірақ та біз білеміз, мына екеуінің қосындысы, үлесінің қосындысы қаншаға тең? 100-ге тең, немесе 1-ге тең деп қарастыра салайық. Онда сіз теңдеу құрған кезде бірден теңдеу құрып кете берейін. 85 көбейту, мысалы мынаны x деп алсаңыз, мынаны 1 азайту x деп аласыз. Өйткені пайызбен емес, біз үлеспен есептейміз ғой, 0,5 деп, 1-ге тең деп есептейміз. Так, сонда мынау x қосу, ал мынау 87 көбейту 1 азайту x. Мынаны қоясыз да, бір белгісізі бар, есептеуге салып есептей бересіздер. Бұл мынау 85x, 87 азайту 87x, екеуін азайтасыз, минус 2x, мына жаққа жібересіз, мынаны мына жаққа жібересіз, сөйтіп алып ары қарай есептей бересіздер. Енді радиоактивтілікті қазір екінші видео бойынша не қылмасақ, радиоактивтілікті екінші видео арқылы түсіндіретін болам.